сіздерге 4-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен сын есім тақырыбына сабақ өтемін. Оқу мақсаты: тыңдаған материал бойынша негізгі тұсын белгілеп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Сөз таптарының сөйлемдегі қызметін анықтау. Бағалау критерийі: тыңдаған мәтіннің мазмұнын айтады, сын есім туралы білетіндерін еске түсіреді. Балалар, 3-ші сыныпта сын есім туралы өткенді еске түсірейікші. Сын есім дегеніміз не? Сын есімнің сұрақтары қандай? Сын есім нешеге бөлінеді? Ендеше видеоға қарап еске түсірейік. Заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сын есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім: түбір сөзден жасалған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Мысалы, жақсы, үлкен, қызыл. Туынды сын есім: түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Туынды сын есімдер түбірге л, л, д, т, т, сыз, сіз, ғыш, гіш, қыш, кіш тағы басқа жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, таулы, ақылды, білгіш. Жарайсыңдар балалар, видеодан түсінген болсаңыздар, сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын, дәмін, пішінін білдіретін сөз табы. Ал сын есімнің сұрақтары қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Сын есім екіге бөлінеді. Туынды сын есім, негізгі сын есім. Негізгі сын есім түбір сөзден тұратын сын есімдер, негізгі сын есімдер. Ал туынды сын есімге түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер. Қандай жұрнақтар жалғанатын еді? Л, л, д, д, т, т, сыз, сіз, ғыш, қыш, гіш, кіш деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады екен. Жарайсыңдар балалар. Еске түсірген болсақ, оқулыққа көңіл бөлейікші. Оқулықтағы 90-шы беттегі 33-ші жаттығуға көңіл бөлейік. Тыңдалым. Дескрипторы. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын анықтап, сол бойынша мазмұнын айтады. Балалар, осы жерде біз түртіп ал стратегиясын қолданайық. Қолымызға қағаз, қаламсап аламыз да, мәтіндегі негізгі тұстарды қағазға түртіп алып отырамыз. Мәтінді тыңдаймыз. Мұқият. 111-ші сабақ. Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы. Ғарыш алаңы, ғарыш айлағы, ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынап, ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағы. Одан көптеген елдердің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері, сондай-ақ ақш, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалдық құрамы мен ғарыш кемелері ұшырылды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы барлық ғарыш кемесі, Салют, Мир орбиталық станциялары ұшырылды. Қазақстан жерінен аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасын қамтыған жердің ондаған жасанды серіктері жіберілген болатын. Бұлар халық шаруашылығының ғарыштағы бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында жасалды. Олардың
байланыс құралдарын, метеорология, биология, қорғаныс, экономиканы дамытудағы маңызы зор болды. Дүниетану анықтамалығы кітабынан. Жарайсыздар балалар, тыңдаған болсақ, түртіп алдыңыздар ма? Ендеше айтып көрейік мазмұн. Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағы. Жердің жасанды серіктері сонымен қатар ақш, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалды құрамы мен ғарыш кемелері ұшырылады. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сияқты барлық ғарыш кемесі. Сонымен қатар Салют, Мир орбиталық станциялар ұшырылады екен. Қазақстан жерінен аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасы қамтылған жердің ондаған жасанды серіктері жіберілген. Жарайсыңдар балалар? Тамаша. Ендеше 34-ші жаттығуға қараймыз балалар. Дескрипторы. Мәтінді толық оқып, сын есімдерді тауып, астын сызады. Мәтінді сын есімсіз оқып, сын есімнің қызметін анықтайды. Туынды сын есімді және негізгі сын есімдерді ажыратады. Оқимыз. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Ал зымыран жоғарғы температураға төзімді, жеңіл материалдан жасалуы тиіс. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасында сенімді байланыс құралдарын да орналастыруы керек. Балалар, мәтіне сын есімдер тауып алдыңыздар ма? Астын сызамыз. Ендеше балалар, біз сын есімсіз мәтінді қайта оқып көрейік. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Ал зымыран температураға материалдан жасалуы тиіс. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасында байланыс құралдарын да орналастыруы керек. Балалар, не байқадыңыздар? Немесе бұл жерде зымыранға қандай зымыран керек екенін, зымыран қандай температураға төзімді екенін, және қандай материалдан жасалу тиіс екенін біз білмедік. Сонымен қатар жер арасындағы сенімді байланыс құралы болу кереккен. Міне, бұл жердегі сын есімнің қызметі қандай затқа қандай сипаты керек екенін көрсетіп тұр. Ендеше балалар, мына жерде мен қызылмен белгілеп қойған сөздерге көңіл бөлейік. Қуатты, жоғары, төзімді, жеңіл, сенімді сөздері қандай? Қуатты, қуат, түбір сөз Т, жұрнақ. Бұлар туынды сын есім. Төзімді, төзім, түбір сөз Д, жұрнақ. Туынды сын есім. Сенімді, сенім, түбір сөз Д, жұрнақ. Туынды сын есім. Ал жоғары және жеңіл деген сөздер, бұлар негізгі сын есім. Тамаша, жарайсыңдар, балалар. 35-ші жаттығуға қарайықшы, балалар. Дескрипторы. Берілген сын есімдерге зат есім табады, дәлелдейді. Балалар, қараңыздаршы, сендер зат есім табыңдар. Қалың не, ұзын не, бұйра не, қысқа не. Таптыңыздар ма? Ендеше менің
тапқаныммен салыстырып көрейікші. Мен шаш деген алдым. Қалың шаш, ұзын шаш, бұйра шаш, қысқа шаш. Менің шашым қысқа. Әселдің шашы қалың. Петрдің шашы бұйра. Анамның шашы ұзын. Келесі. Кең не? Биік не? Жарық не? Қане балалар, сіздер қандай зат есім қойдыңыздар? Мен қойған зат есіммен салыстырып көрейік. Кең бөлме, биік бөлме, жарық бөлме. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Керемет. Балалар, ендеше шығармашылық үзіліс 37-ші жаттығуға көңіл бөліп қараймыз. Кестедегі дескрипторы, кестедегі сөздерді пайдаланып, менің ұшағым тақырыбына шағын мәтін құрастырамыз. Кәнекей балалар, сіздер өз мәтіндеріңізді құраңыздар, сосын мен өз мәтінімді оқимын. Салыстырып көрейік, мен өз мәтінімді оқимын. Менің ұшағым өте әдемі. Оның салмағы 200 тонна. Түсі ақ. Ол сағатына 700 км жылдамдықпен ұшады. Ұшағымның пайдасы орасан зор. Ұшағым алыс жолды жақындатады, уақытты үнемдетеді. Сонымен қатар адамдарды тасиды. Ал балалар, сіздердің қандай болды екен? Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, бүгін мен сабақтың соңында көзілдірік әдісін қолданғым келіп отыр. Сіздер көріп тұрған шығарсыздар, көзілдірік көрініп тұр, немесе оң жағына туынды сын есімді, сол жағына негізгі сын есімді жазамыз. Ал екеуіне ортақта сын есім екен. Ал сөздер қандай? Ақылды, көргіш, жуас, жұқа, инабатты, жаман, ойлағыш, момын, мейірімді. Сөз бәрі де сын есімдер екен. Кәнекей, сіздер қолдарыңызға қағазды алыңыздар. Көзілдіріктің суретін салыңыздар. Ендеше осының ішінен туынды сын есім мен негізгі сын есімді ажыратып жазайық. Балалар, сіздер жазып болыңыздар ма? Ендеше менікімен салыстырып көріңіздер. Туынды сын есім: ақылды, көргіш, инабатты, ойлағыш, мейірімді. Негізгі сын есім: жуас, жұқа, момын, жаман. Екеуі де сын есім. Тамаша, жарайсыңдар балалар, керемет. Балалар, бүгін мен сіздерге бүгінгі сабағыма мен кері байланыс сұраймын. 5 саусақ әдісі. Бүгін не үйрендім? Бүгінгі сабақ ұнады ма? Бүгін көңіл күйім қандай болды? Басқаларға көмегім тиді ма? Өзімді қалай сезіндім? Балалар, маған керіс байлан беріңіздер. Балалар, үй жұмысы